Сәлеметсіздер ме, құрметті YouTube көрермендері. Бүгін мен сіздерге швейный тортқа арналған, яғни тігіншілердің тортына арналған бұйымдарды жасап көрсететін боламын. Мен алдын ала осы тесталарды жайып алдым, мастикаларымды. Бірінші мен сіздерге осы тігін машинасын жасап көрсететін боламын. Осылай қара тестаны мен қалынырақ етіп жайып алдым. Бұдан қазір тігін машинасын жасайтын боламын. Енді біз машинкаға инені жасайтын боламыз.
Міне біздің машинкамыз. Машинканың төбесіне кішкене жіп жасаймыз. Енді мен машинканы мына жерлерге ою өрнектер жасаймын, чтобы машинкамыз әдемі көріну үшін. Ол үшін мынандай силиконды пайдаланамын. Сізде басқа силикондар болса, пайдалануға болады. Міне. Бізде тігін машинамыз дайын. Осылай жасап алдым. Енді біз басқа да керекті детальдарымызды жасаймыз. Яғни жіп, ине, сол сияқты тігіншілердің тортына кететін бұйымдар жасауға болады. Бұған қазір инелерді қадап қоятын подушкасын жасаймыз. Енді бұған ине жасаймыз.
осылай инелерді жинап қоятын подушкамыз. Мына енді біз жеп жасаймыз. Әртүрлі түстен жасауға болады. Бұл бізде жіп. Жіптің төбесіне осылай екі жағына қазір жасайтын боламын. Оның үшін осындай штамповканы пайдаланамын. Міне біздің жібіміз. Мінекей. Енді біз тағы да керекті тігіншілерге қайшыны жасасақ болады.
Бұл бізде қайшы. Енді ұштағысын жасаймыз. Әдемі түспенен. Қалаған түсіңізбен жасауға болады. Осылай. Мына қайшымыз да дайын. Мына қайшы бұл бізде. Енді басқа да бұйымдар, түймелер жасауға болады. Түймені әртүрлі түстен, әдемі түстерді алып, штамповка жасап, түйме жасасақ болады. Мен бұның үшін неше түрлі штамповкаларды алдым. Домалақ штамповка. Бұны біз осылай жасап, осындай түйме жасасақ болады. Бұны көбірек жасасақ болады. Сосын басқа да гүл штамповканы алдым. Бұдан да түйме жасап шығаруға болады. Мұны фломастердің крышкасының көмегімен осылай түйме етіп шығарса болады. Осындай гүлді де шығарсақ болады. Сол бізде түймелерді көбірек жасасақ, тортымыз әдемірек көрінеді.
Міне біздің түймелеріміз. Басқа да бұйымдар, яғни метрді жасауға болады. Қазір метрді де жасап көрсетемін. Мына бізде түймелер дайын. Метрді осы розовый түсті алып, сіз бұдан да ұзынырақ етіп жасасаңыз болады. Арнайы фломастерді алып, метрді жасап көрсетеміз. Мінекей метріміз. Тігіншілердің жалпы тортына бұдан да көп түймелер, яғни бұйымдар жасаса болады. Манекен жасаса да болады. Осылай. Міне. Метрді осылай қойса да болады, не болмаса бұлай жинақтап қойса да болады. Міне, менің сіздерге бүгінгі жасап көрсеткім келген тігінші торттарына бұйымдарым дайын болды. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Сіздер де жасап көріңіздер үй жағдайында. Өте әдемі, әрі қарапайым түрде. Сіздерге ұнады, әрі көмегім тиді деген ойдамын. Маған міндетті түрде тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.